Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз мәселе есептерді шығарып үйренетін боламыз. Осыған дейін өткенде екі айнымалысы бар мәселе есептерді қалай шығаруға болады. Оның алгоритмі оңай. Бірінші кезекте есептен берілген мұқият оқуымыз керек болады. Мысалы, мына есепті шығару үшін біз екі қарапайым нәрселерін білу керек болады. Мысалы ретінде бізде мына есепте өзен бар және қайық бар. Теплоход деп алған, мына жерде қайық. Енді қараңыздар, өзен болғандықтан өзеннің әрқашан несі болады? Өзен болғандықтан өзеннің әрқашан жылдамдығы болады. Өзен жылдамдығы. Ал қайық болған жағдайда бізде қайық болса, бізде әрқашан қайықтың меншікті жылдамдығы болады. Егер біз бір қаладан екінші қалаға барсақ, онда бізде барған кездегі жылдамдық бізде өзеннің жылдамдығы болады және қайықтың жылдамдығы болады. Ал егер қайтқан кезде болса, қайтқан кездегі жылдамдық бізде өзеннің жылдамдығы меншікті жылдамдықтан өзеннің жылдамдығын алып тастаймыз. Себебі бізде егер қайықтың жылдамдығы өзеннің жылдамдығынан кем болса, онда біздің кемеміз ақпай қалады. Сол себепті осындай екі қарапайым шартты орындап есеп шығарамыз. Енді біз білеміз, b дегеніміз s бөлінген t. Бір жерден s табатын болсақ, s дегеніміз b көбейтілген t. Енді орындап көрейік. Мысал ретінде мына есепті оқайық. Өзен бойымен жүргенде екі қаланың аралығы 60 километр дейді. Онда екі қаланың аралығы беріліп қойыпты. Бізде s берілген екен 60 километр. Одан кейін теплоход осы жолды өзен ағысы бойымен және өзен ағысына қарсы дейді. 5-5 сағат жүрген. Сонда барып қайтқаны Т1 және Т2. Сонда барғанға, біз айтсақ былай деп, барғанға Т1 уақыт кетті және қайтқанға Т2 уақыт кетті деп. Сол кезде Т1 қосу Т2 болады, 5-5 сағат болады. Ары қарай оқи қояйық. Енді ары қарай айтып тұр бізде. Т1 қосу Т2 бізде 5 сағат. Одан кейін өзен ағысының жылдамдығы теплоходтың тынық судағы жылдамдығы. Бұл жерде мына тынық суда дегенді астын сызып қойсақ болады. Бұл тынық судағы дегеніміз біздің айтып жатқан меншік бағана қайықтың меншікті жылдамдығы. Қайықтың меншікті жылдамдығы еді бізде. Судағы жылдамдық деген қайықтың меншікті жылдамдығы. Сондықтан да айта аламыз. Өзен ағысының жылдамдығы 20-ны қоссақ, біз меншікті жылдамдыққа, қайықтың меншікті жылдамдығына тең екен. Онда, ары қарай оқиық, онда теплоходтың тынық судағы жылдамдығын және өзен ағысының жылдамдығын табыңыз. Табу керек бізге өзеннің ағысының жылдамдығы және өзеннің ағысының жылдамдығын табу керек және теплоходтың меншікті жылдамдығы, қайықтың өзінің жылдамдығын табу. Оны табу үшін бірінші кезекте мен былай істеймін. Табудың өте оңай жолы бар. Ол үшін бүйтем. Мен екі қаланың аралығын білем. Онда S дегенім бірінші барған кезде менде өзен бойымен барады. Өзен бойымен барады. Өзен бойымен барған кезде менде өзен жылдамдығы және қосылған меншікті жылдамдық және уақыт. Менде уақыт, қанша уақыт баратын менде айтайын. Т1 уақыт барсын. Барған кезде Т1 уақыт барсын. Енді бұл барған кездегісі. Келесі жүйе құрайын. Барған кезде. Енді қайтқан кезде. Қайтқан кезде S жолды жүрген. Ол кезде меншікті жылдамдық азайтылған өзен. Көбейтілген Т2. Және мұнда менде жүйеде есеп бар еді. Т1 қосу Т2 деген менде 5-5 сағат және өзен қосу 20 тең болады меншіктегі.
Осы шамалар бар еді. Енді онда орнына қояйын апарып. Сонда мен мына жерден Т1-ді тапсам не болады? Т1 дегенім 5/5 азайтылған Т2 болады. Егер Б өзенді тапсам, Б өзен тең болады Б меншікті азайтылған 20 болады. Апарып қояйын орнына. Бұл кезде менде апарып қойған кезде бірінші теңсізге апарып қояйын. С деген берілген 60 километр. Б өзен деген Б азайтылған 20, Б меншікті қосу Б20 тең болады 5/5 көбейтілген Т2. Азайтылған Т2. Енді екінші теңдеу бар еді менде. Ол бізде қайтқан кездегі теңдеу не тұр? Оған қояйық 60 тең. Б меншікті деген менде белгісіз. Б өзен менде мына шарт бар, азайтылған Б меншікті минус пен минус, мына жерде алдындағы таңбалармен минус пен минус плюс болады, 20 көбейтілген Т2 болады. Бұл жерден БМ мен БМ, яғни меншікті жылдамдық қысқарады. Сол кезде 60 тең болады, 20 Т2 болады. Т2 тең болады 3-ке. Т2 3-ке тең болады. Енді Т2 3-ке тең болса, апарып қояйын орнына. Бірінші теңсіздікке апарып қояйын. Сонда 60 2Б меншікті жылдамдық азайтылған 20 көбейтілген 5/5 азайту 3, ол 2/5 болады. Енді есептейін. 60 тең болады. 2-ні 2,5-ке өтсем 5 Б меншікті жылдамдық азайтылған 50 болады. Бұл кезде бұл жерден табатын болсақ, бізде минус таңба мына жаққа өткенде плюс болып өтеді, 110 тең болады 5/2 Б меншікті жылдамдық. Сонда Б меншікті жылдамдық дегеніміз бізде 110 бөлінген 5 болады екен. Ал ол дегеніміз бізде 22 деген жылдамдықтың өлшемі. Бұл жерде жылдамдықты километр сағатпен өлшейтін боламыз. Километр сағат. Енді меншікті жылдамдық белгілі болса, біз бағана өрнек құрып алғанбыз. Бұл өрнегіміз мына жерде тұр. Қандай өрнек бар болатын бізде? Осы өрнекке апарып қояйын. Сонда 22 Б меншікті жылдамдық, Б меншік өзеннің жылдамдығы қосу 20 тең болады 22-ке. Бұл жерден Б өзенді тапсам, 2-ке тең болады. Сонда жауабы 2 км сағат өзеннің ағысы болады екен. Б меншікті жылдамдық деген 22 км сағат қайықтың жылдамдығы болады екен. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.